Бәріңе сәлем, мен Алиэкспресстен товарлар туралы түсірген видеоларым бар. Бірақ сендердің комментарияларыңды оқысам, көп адам Алиэкспресстен заказ бере алмайды екен. Соған байланысты бүгін Алиэкспресстен қалай заказ беру керегін үйретемін. Тоқтаңдар, еще мен осы видеода Алиэкспресстің түрлі фишкаларын айтамын. Олардың ішіне товарды заказ бергенде қалай дұрыс заказ беру керегін, яғни қалай алданбауға болатынын, заказды алғанда не істеу керегін және де тағы да басқа заттарды айтамын. Егер менен бұл фишкаларды сен қайдан білесің деп сұрайтындар болса, олай сұрайтындар обязательно болады. Оларға жауабымды айтайын. Мен Алиэкспресстен өмірімде 10-15 товар заказ бергенмін. Басқаша айтқанда уже опыт бар. Сондықтан видеоны көре берсеңдер болады. Видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Енді мен біріншіден Алиэкспресстен қалай заказ беру керегін көрсетейін. Өйткені көбісі Алиэкспресстен заказ беруді білмейді екен. Біріншіден бізге товардың өзі керек, яғни керекті бір товарды заказ беретін болсақ, соның ішіне кіреміз. Одан кейін товардың ценасы мына жерде жазылып тұрады, бірақ та оған көп көңіл аудармаймыз. Өйткені продавецтер өтірік цена жазып қою мүмкін. Біз сразу товарды заказ береміз. Одан кейін ценаның астында бір параметрлар тұрады. Сол параметрді таңдаймыз. Мысалы, бір зат алатын болса, оның түстері немесе басқа да бір параметрлар жазылып тұрады. Например, мышкаға арналған коврик алатын болса, оның размерлері әртүрлі болады. Сондықтан осы параметрдің арқасында біз өзімізге керекті түсімізді немесе керекті размерімізді таңдаймыз. Одан кейін доставка из деген жерден бізге керекті елді таңдаймыз. Сосын оның астында количество деген параметр тұрады. Бұл параметр арқылы товардың қаншауын заказ беретінімізді белгілейміз. Біреу заказ беретін болса, осылай бір деп қалдырамыз. Ал тағы да керек болса, осы плюсикті басып, тағы да товар қоссақ болады. Бәрін біткеннен кейін купить сейчас деген кнопканы басамыз. Сосын бізде осындай окно ашылады. Біріншіден адрес доставки деген жерге өзіміздің адресімізді жазамыз. Ол үшін добавить новый адрес деп басамыз. Получатель деген жерге өзіңнің атыңды, фамилияңды, отчествоңды жазасың. Ал номер телефона дегенге өзіңнің номеріңді немесе ата-анаңның номерін жазасың. Адрес деген жерге өзіңнің үйіңнің ағылшынша адресін жазасың. Ал почтовой индекс деген жерге өзіңнің районындағы почтаның индексін жазасың. Оны Google'дан былай білуге болады. Өзіңнің районыңды жазасың да, одан кейін почтовой индекс деп жазасың. Сосын сенің өзіңнің районындағы почтаның коды беріледі. Сол кодты почтовой индекске жазуға болады. Болды, осымен адрес бітті. Енді бізге Kiwi кошелекпен картамызды добавлять ету керек. Яғни оплатаны қай жерден жасайсың, соны жазасың. Сразу айтам, мына жерге Каспий Голдты жазуға болмайды. Өйткені Каспий Голдтың системасы тек қана Қазақстанның заттарына ғана оплата жасалады. Ал Алиэкспресс басқа елдікі. Картаны добавлять ету үшін номер карты деген жерге өзіміздің картамыздың номерін жазамыз. Держатель карты деген жерге картада жазылып тұрған адамның аты мен фамилиясын жазамыз. Срок действия деген жерге атымыз бен фамилиямыздың қасында тұрған 4 санды жазамыз. Ал CVV деген жерге картамыздың артында тұрған 3 санды жазамыз. Осымен біз картаның номерін жазып біттік. Енді бізге товарды заказ беру керек. Ол үшін тупо оформить заказ деп басамыз. Болды, осымен заказ берілді. Енді бізге товарды күту керек. Әр товар продавецке байланысты әртүрлі уақытта келеді. Ал товарды қай жерде келе жатқанын білу үшін профильге кіреміз. Сосын мои заказы деп басамыз. Одан кейін проверить отслеживание дегенді басамыз. Сосын осындай окно шығады. Бұл окнода товардың қай жерде келе жатқаны көрініп тұрады. Одан кейін мен сендерге бір нәрсе обязательно айтайын. Профильге кіргеннен кейін мои заказы деген жерге кіргенде до закрытия заказа деп бірнеше уақыттар тұрады. Егер де сол жерде 2 дня деп тұрып, товар вообще келмесе, онда ақшаны қайтарып алуға болады. Ол үшін открыть спор деп товардың келмейтіндігін дәлелдейтін болсақ, бізге ақшамызды қайтарып береді. Бірақ в основном негізінде Алиэкспресстен товарлар көбінесе келеді. Ондай ситуациялар өте аз болады. Мысалы, мен видеоның басында айтқанымдай өмірімде 10-15 товар заказ бергенмін. Соның біреу ғана келмей қалған болатын. Мен товарға спор аштым, одан кейін ақшаны қайтарып берді. Енді осымен мен сендерге қалай заказ беру керегін үйреттім. Бұл ситуацияда ешқашан қорықпаңдар, товар сендерге обязательно келеді. Егер де даже алдап кетсе де ақшаны қайтарып алуға болады. Енді мен сендерге Алиэкспресстен өте күшті фишкаларын көрсетемін. Бұл фишкалар арқылы біріншіден эконом жасауға болады. Екіншіден, егер товар бұзылып немесе басқа товар келетін болса, ақшаны қайтарып алуға болады. При этом товар өздеріңде қалады. Менің ойымша бұл өте күшті, сондықтан да видеоны до конца көріңдер. Біріншіден, егер картамен заказ беретін болсаңдар, MasterCard карта емес, Visa картамен заказ берген дұрыс. Бірақ екі картаның да транзакциялық скорості быстрый. Бірақ та бұл жерде транзакцияның ешқандай маңызы жоқ. Тупо просто Алиэкспресстің елінде көбінесе Visa картамен төлеген дұрыс болады. Қазір мен сендерге видеоға қатысы жоқ формуланы айтайын. Бірақ та бұл формула өмірге керек болуы мүмкін. Қараңдар, егер сендер Германияға, Австрияға, Бельгияға, Франция, Италия және де Кипр сияқты елдерге қыдыратын болсаңдар, басқаша айтқанда еврозонаға қыдыратын болсаңдар, онда сендерге MasterCardты қолдану керек. Ал США, Канада, Австралия және де Латын Америка елдеріне қыдыратын болсаңдар, онда Визаны қолданған дұрыс. Және соның ішіне Китай да жатады. Яғни Азия, Америка, Африка елдері. Жарайды,
жарайды. Қазір менен неге виза деп сұрайтындар болуы мүмкін. Өйткені конвертацияға ақша төлемеш үшін. Конвертация деген типа комиссия сияқты зат. Сондықтан да егер де AliExpress-тен заказ беретін болсаңдар, онда визаны қолданған дұрыс. Келесі фишка, заказ берген кезде обязательно кэшбэк сервисті қолдану керек. Мысалы, мен білетіндердің ішінде Letyshops, EPN. Кстати, бұл вообще реклама емес. Өйткені бұл екі кэшбэк сервис қатты танымал. Енді не үшін кэшбэк сервиспен заказ беру керегін түсіндірейін. Сендер мысалы бір зат заказ беретін болсаңдар, онда 1%-тен 30%-ке дейін эконом жасайсыңдар. Кэшбэк сервистерді қолдану өте оңай. Соның ішінде Letyshops-ты көрсетейін. Ол үшін описаниядағы ссылкамен Letyshops-қа кіреміз. Сосын бізде осындай окно болады. Осы окнода біз регистрация жасаймыз. Немесе VK-мен, Google аккаунтпен, Facebook-пен кіруге болады. Сосын Letyshops-тың поискына AliExpress деп жазамыз. AliExpress шыққаннан кейін AliExpress-ке кіреміз де, одан кейін перейти в магазин деп басамыз. Сосын керекті товарымызды заказ бере берсек болады. Сол заказдан түскен кэшбэк біздің Letyshops-тың кошелегіне түседі. Тағы да басқа кэшбэк сервистарда солай қолданылады. Сондықтан да кэшбэк сервистарды қолдануға кеңес беремін. Және де келесі кішкентай фишка. Товарды заказ берген кезде елді таңдарда China дегенді басамыз. Өйткені басқа елдерден заказ беретін болсақ қымбатқа шығады. Сосын товарды заказ берген кезде обязательно размері мен бағасын бірге көріп алу керек. Өйткені RGB лентаны мысалға келтіретін болсақ, 1 метрлік RGB лента 1100 теңге болды, ал соның 5 метрлігі 2000 теңге болды. Сонда мына жерде выгодно болып тұрғаны 5 метрлік RGB лента. Сол үшін обязательно бағасы мен размеріне қарау керек. Келесі кеңесім, AliExpress-ке көп кіріп тұрған дұрыс. Өйткені кейде AliExpress купондар таратады. Кейбіреу 1000 теңгелік купон болуы мүмкін, кейбіреу 5000 теңгелік купон болуы мүмкін. Әр кезде арғалай болады. Бірақ та купон заказ берген кезде өте қатты көмектеседі. Мысалы, сенде 1000 теңгелік купон болса, ол купонды 5000 теңгелік товарға құртуға болады. Сол кезде товарға 4000 теңге төлейсің. Көбінесе ондай купондарды продавецтардың өздері таратуы мүмкін. Сол кезде алып алуға болады. Енді біз товарды заказ бердік. Ол товар бізге келді. Осындай кезде товарды қалай алатынымыз жайлы айтайын. Товарды алу үшін бізге ту туралы куәлік немесе удостоверение керек. Егер сен жасың 16-ға толмаса, онда ту туралы куәлікті қолдануға болады. Ал жасың 16-да болса, онда удостоверениені қолдан. Енді саған AliExpress-тен товар келген кезде телефоныңа сообщение келеді. Сол сообщениемен районыңдағы Қазпоштаға барасың. Ары қарай өте оңай. Саған товарыңды әкеледі. Сосын сен удостоверениені немесе ту туралы куәлікті көрсетесің. Одан кейін товарды алып кете берсең болады. Бірақ осымен біткен жоқ. Үйге келген кезде посылканы обязательно видеоға түсіріп ашу керексің. Сен даже ютубер распаковщик болмасаң да обязательно ол процесті видеоға түсір. Өйткені товар бұзылып немесе басқа товар келетін болса, онда бұл сенің жалғыз доказательствоң болады. Егер басқа товар келетін болса, онда продавецке осы видеоны жібересің. Сосын саған ақшаны қайтарып береді. Бірақ бұған қарамастан товар өзіңде қалады. Бұл процесті AliExpress-те refund деп атайды. Қорықпасаңдар болады, бұл AliExpress-те законно. Осылай AliExpress-тен товарды гениально заказ беруге болады. Осымен мен осы видеода айтатын заттарымды айтып біттім. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңдер. Және осы видео туралы ойларыңды комментарияға жазып кетсеңдер болады. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.